Дұрыс тамақтанып, дефицит калория арқылы 12 кг салмақ тастадым. Және өз YouTube каналымда салмақ тастау үшін тамақтарды қалай дайындадым, солардың рецептімен бөлісемін. Бүгін ПП голубцалар дайындайтын боламыз. Негізі кез келген майлы емес фарштан дайындай беруге болады. Менде сиыр етінің фаршы жоқ болғандықтан тауықтың төс етінен фарш жасап, сонымен дайындайын деп жатырмын. Дайын болған фаршқа бір штук пиязды блендерден өткізіп қостым. Күріштің орнына булгурды пайдаландым. Дәміне қарай тұз және бұрышты салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Булгурды пісірмедім, шикі күйінде пайдаландым. Біздің салмамыз, начинкамыз дайын. Енді тәтті бұрыштарды осылай басын кесіп, ішін барлығын жақсылап тазалап аламыз. Қазір сезон кезінде бұл бұрыштардың бағасы өте арзан, қолжетімді болып келеді. Сондықтан өзіңіз үйде ПП фарш дайындап, біраз мөлшерде осындай фаршталған бұрыштарды дайындап, морозилкаға салып қойсаңыз, қыста шетінен алып пайдалана бересіз. Бұрыштарды тазалап болғаннан кейін мен подливтің ингредиенттерін дайындап қойдым. Пиязды, бұрышты турап, морковты теркадан өткізіп, ал чеснок пен помидорды мен блендерден өткізіп, осындай томат соусының орнына пайдаланатын боламын. Барлық ингредиенттеріміз дайын, енді салмамызды осылай бұрыштардың ішіне салып шығамыз. Негізі бұл фарш салынған бұрыштарды духовкада да пісірсеңіз болады, бірақ осы жолы мен кәдімгідей плитада кастрюльде пісіретін боламын. Барлығын дайындап болғаннан кейін ыдысымызды плитаға қойып, орташа отта қыздырып, подливті дайындауға кірісеміз. Салмақ тастау кезінде мен ешқандай тамақты майға қуырмай пісіремін. Осы жолы да дәл солай жасайын деп тұрмын. Егер асты жабысып қалады деп ойласаңыз, кішкене 1-2 қасық май құйып жіберсеңіз болады. Бірақ мен ешқандай май қоспадым. Ыдысымыз орташа отта қызғаннан кейін ең алдымен пиязды, тәтті бұрышты және морковты салып, жақсылап араластырып, дәміне қарай тұз, бұрышты қосып, кішкене 5-10 минуттай бұқтырып аламыз. Көкөністер орташа отта 5-10 минут бұқтырылған кезде өзінің суы шығатын болады. Көкөністер бұқтырылып болғаннан кейін оған жаңағы блендерден өткізген чеснок пен помидорды қосып, жақсылап араластырып, тағы да 1-2 минут бұқтырып аламыз. Енді фаршталған бұрыштарды ыдысымызға ыңғайлап барлығын орналастырып шығамыз. Барлығын орналастырып алғаннан кейін судың мөлшерін өзіңіздің қалауыңызға қарай құйсаңыз болады. Мен кішкене асырып құйдым, өйткені бізде балалар сорпаны жақсы көреді. Енді бетін жауып, орташа отта 30-35 минуттай пісіретін боламыз. Біздің тамағымыз дайын. Бұл фаршталған бұрыштарды түскі асқа да, кешкі асқа жесеңіз де өте ыңғайлы, қатты ауыр емес, жеңіл ас болып келеді. Бұл тағамды мен балғын көкөніс салатымен, көк шөптермен және грек йогуртымен жеуді ұсынамын. Өте дәмді болып шығады. Егер сізге дұрыс тамақтану, салмақ тастау жайлы қызық болса, менің каналыма тіркеліп алыңыз. Мен салмақ тастау кезінде өзім дайындайтын осындай оңай әрі қолжетімді ПП рецепттермен бөлісемін. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.